Абайдың 21-ші қара сөзі. Осы адам баласының бойында мақтаншақтық деген бар. Осыдан аулақ болу керек. Жалпы өзім мақтаншақтықтың екіге бөлінетінін байқадым. Яғни, біреу үлкендік, ал екіншісі мақтаншақтық. Үлкендік ол, яғни өзін іштей бағалы санау. Яғни, егерде біреу жаман адамдарды, кербездерді көретін болса, ойбай, осыдан аулақ болайын, мұндай адам болмайын деп өзін бағалау, яғни өз-өзіне мақтану. Мен, жалпы бір сөзбен айтқанда, мен кербез емеспін деп өз-өзіне өзін мақтау. Ал екіншісі мақтаншақтық. Ол мақтаншақтық, яғни біреуге мақтану. Мен, мысалы, әдемімін, андаймын, мұндаймын деп әйтеуір солайынан біреуге өзін мақтайды. Жалпы осылайынан екінші мақтаншақтық да үшке бөлінетіні бар. Біреуі, яғни сол мақтамайтын адаммен, өзін мақтамайтын адаммен дос болмай, одан аулақ жүру. Ал екіншісі тек өзін мақтайтын адамдардың ғана арасында жүру. Ал екіншісі, әйтеуір, егерде өзін мақтамайтын, үшіншісі, яғни өзін мақтамайтын болса, әйтеуір соны қорлап болсын, зорлап болсын, өзін мақтаттырып, сөйтіп әйтеуір қорқытып алып, өзін мақтандырып біреуге солай көрсеткісі келеді.